Біз қазір болонеза пиццасын дайындайтын боламыз. Болонеза деген тартылған еттен дайындалатын пицца. Алдымен біз тартылған етті кішкене май құйып қуырып аламыз. Мына жерде бір 2 ас қасық құйдық. Ұсақтап туралған бір кішкене пияз саламыз. Пиязымызды кішкене қуырғаннан кейін 1-2 минут тартылған етімізді саламыз. Тартылған ет бір 300 грамм жетеді. Бұл 2 пицца мөлшеріне дайындап жатырмыз. Енді 1 чай қасық толмаған тұз саламыз. Етіміздің көлеміне байланысты сіздің тартылған еттеріңіз майлы болмауы керек. Жарты чай қасық тәтті паприка. Енді бағанағы дайындаған пиццамыздың соусынан 2 ас қасық құямыз. Бұны қоссаңыздар, сіздердің тартылған еттеріңізде өте керемет дәм береді. Себебі соустың құрамында орегано болғандықтан пиццаға тән өте керемет дәм береді. Бұны қосу міндетті. 3-4 минут қуырған соң ақырын отта бетін жауып 15-20 минут бұқтырамыз. Міне бізде 10 минуттай өтті, ешқандай су құйған жоқпын. Ақырын отта өзінің сөліне, яғни еттің өзінен шыққан сорпасына осылай бұқтырып пісіріп аламыз. Міне 20 минуттан кейін біздің уже фаршымыз пісіп шықты. Пиццаның қамырының қалай дайындалатынын, соустың қалай дайындалатынын алдыңғы видеолардың бәрінде көрсеттім. Яғни соуста біз кішкене зәйтүн майын құйып, сарымсақ, паприка, орегано салып, 2 пиццаға 3 қызанақ мөлшерінде қуырып дайындап алдық. Міне осылай баттастырмай, жұқалап қамырымызды жайып алғаннан кейін үстіне осылай жағып шығамыз. Енді бағанағы тартылған еттен дайындаған, алдын ала пісіріп алған етімізді үстіне жаймалап салып шығамыз. Бұл болонеза пиццасы. Болонеза пиццасы міндетті түрде тартылған еттен жасалынады. Осылай жаймалап салып шығамыз. 300 грамм тартылған ет 2 пиццаға жетеді, яғни диаметрі 28-30 сантиметр. Міне тартылған етімізді пиццаның қамырына жаймалап осылай салып шықтық. Енді бетіне сыр саламыз. Бағана сырдың қандай екенін көрсеттім маргарита пиццасында. Бұл жерде бізде моцарелла сыры мен комо кантри деген сыр екеуі аралас. Сырды неғұрлым көп салатын болсаңыздар, соғұрлым пиццаларыңыз өте керемет болып шығады. Жаңа маргарита пиццасында көрсеттім. Духовканы ең шегіне қойып, қатты қыздырып алып, содан кейін барып пиццаны саламыз. Пицца 5-7-8 минут аралығында ғана піседі. 10 минуттан асырмаймыз. 10 минуттан асырсаңыздар, сырларыңыз күйіп кетеді, қамырларыңыз қатайып, қоқиып қалады. Міне бізде уже пиццамыз пісіп шықты. Өте керемет болып шыққан. Енді мынау шеттері ақшыл сияқты көрініп тұр, өйткені біз рецептлерді түнде түсіргендіктен бізде қатты көрінбей тұр. Бірақ егерде пиццаны пісіріп алып, астын аударып көрсеңіздер, асты кәдімгідей қып-қызыл болып пісіп тұрады. Енді мынау болонеза пиццасының дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаймыз. Бұл өте дәмді пиццалардың бірі. Даже ресторандардікінен де өте дәмді болып шығады. Бұл рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өзім кеңес беремін.